Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге Genealogy сайтын айтсам болады. Бұл сайтта бізге керекті көптеген шаблонның түрлері бар. Бұл жерге бізге сабаққа қажетті шаблондарымызды қолданып, оның ішіне өзімізді редактировать ете аламызға, яғни өзгерте аламызға болады. Мысалға, маған квиз керек. Мен квиз туралы ойын ұйымдастыруым керек. Оны ұйымдастыру үшін осылай таңдап аласыздар. Таңдап алған кезде мына жерде неше түрлі шаблондар бар. Яғни қай шаблон өзіңізге ұнайды, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай соны таңдап алуға болады. Және де бұны сайтқа кірер алдында мұғалімдерге де, оқушыларға да кіруге ыңғайлы. Мен мысалға мына ойынға осы шаблонды қолданғым келеді. Использовать шаблон басамыз. Бұл шаблонды жасаған кезде стартты басып, яғни келесі ойындарда мына жерге біз өзіміздің қажетті сұрағымызды жазуға, мына жерге жауаптарын жазып алсақ болады. Яғни мына жерге жазып өзгерте аласыздар сұрақты және жауаптарын. Қажет дұрыс жауабын мына жерге біз дұрыс жауабын белгілеу арқылы істесек болады. Және де келесіден сұрақ қойылғаннан кейін келесі сұраққа өту батырмасы бар.